Баршаңызға сәлем, жасыл қарақұмықтан осындай нан дайындаймыз. Ол үшін 300 грамм жасыл қарақұмықты жақсылап бірнеше рет жуып аламыз. Жуылған қарақұмыққа 500 мл су құйып, бір түнге қалдырамыз. Бір түн тұрған жасыл қарақұмықтың үстінен жарты шай қасық тұз, 3 ас қасық сұйық май, менде кокос майы, зәйтүн майын құйсаңыздар да болады. Жарты шай қасық сода, соданың үстінен 2 ас қасық лимон шарынан құйып, жасыл қарақұмыққа құйып араластырып аламыз. Енді осы массамызды жақсылап блендерлеп аламыз. Блендерленген массаны формаға құйып, 180 градуста нанымызды пісіріп аламыз. Егер формаңыз кішкентай болса, 2 бөліп пісірсеңіз болады. Осымен нанымыз дайын, ас болсын.